сәлем оқырман. Аида мен Нұрдәулет арақатынасы әлі елді шулатуда. Нұрдәулет интервью беріп, өзінің шындығын айтты. Аида болса көп шындықты айтылмаған айтты. Оның ойынша Нұрдәулет өзін тек ақтап алды дегенге келтірді. Және көп жазбаларын қалдырған болатын Instagram желісінде. Соның ішінде осылай бір жазған екен. Мен оны Құдайға тапсырдым. Құдай шындықты көріп тұрады және таразға салады. Ең бастысы, ата-ананың ризашылығын алса, ренжітпесе, баланың жолы ашылады. Мен ешқашан ата-анама ренжіген немесе ренжіген емеспін. Мен мүмкіндігінше құрметтеймін. Мен ата-анамды, қайын-атамды да бірдей құрметтеймін. Менің қарым-қатынасым осылай қалады. Олардың баласы ақымақ болғанына әкесінің кінәсі жоқ. Байғұс әкесі маған құдағайларға ұят болады деп қоңау шалсам. Мен айттым, сіз неге ұяласыз? Осының бәрін балаңыз жасаған, ол ұялсын. Әпкесі болса, ол мұндай мінезіңмен жалғыз қалады ғой дейді. Егер мен жаман болсам, ата-анамыз маған сөйлейтін еді. Бірақ қайын әкесі де дәл қазір өз баласына ашуланады. Өйткені ол үйдегі бәленің туралы бар шындықты біледі. Мен оны жақсы көргенім үшін кешіремін. Мен ренішті ұмытып кетемін. Бірақ әкесі аналарымыздың жүрегінде не қалады деп ойланбады Нұрдәулет. Мен қазір көпшілік алдында ештеңе айтпаймын. Ең бастысы, Құдай мен ата-анамыз менің ақ екенімді біледі. Біздің ата-анамыз маған ренжімейді, дейді Аида. Әркім өзі шеше жатар, өздерінің өмірі өз қолында. Қайта қосылса қиын болады ау Аиданың ата-анасын. Шынымен де Аида кешірсе де, ата-анасы ұмытпайды деп ойлаймын.